Армысыздар, ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, сіздермен мен жас дос, Аслан Жакупов, өзіміз көрсететін арнасы, біз бүгін мінекей Күріш атасы атанған Ыбырай Жақаев ауылы, ол Шиелі ауданы. Біз Шиелі ауданына арнайы бүгін ат басын бұрып отырмыз, өздеріңіз білесіздер, көзілдір көрсетеді. Жалпы елдің ортасындағы шынайы ақпараттарға біз қашанда қат болып жүрміз, елдің түрлі мәселелерін барынша біз осы YouTube арнамызда қолдан келгенше билік өкілдеріне алтын көпір ретінде халықтың ортасында жүрген азамат болғандықтан барынша өз мүмкіндігімізді адал азамат ретінде біздің Қасым Жомарт Тоқаев Кемел айтпақшы, адал азамат яғни барлығы жаңа әділетті болу керек. Сондықтан жаңа адамдардың барлығын жаңаша көрсету әрбір азаматтың елге, жерге деген сүйіспеншілігі, махаббаты расымен де бар болатын болса, ол өзінің мақсаты айқын деген сөз. Сондықтан бүгін бізде үлкен шаруашылықтың иесі ағамызбен бүгін сұхбаттасу бізге бақытты бұйырып отыр. Сондықтан бақытты адамдардың бақытты ойын, елге қызмет жасап жатқан ұландардың, ерлердің, ер азаматтардың ер мінездерін, яғни жасап жатқан жұмыстарын көрсету үшін келіп отырмыз. Аға, бізбен арнайы уақытыңызды бөліп, осындай аптақ ыстықта елдің тынымсыз еңбек етіп жатқан уақытта сізде арнайы уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Осы Ыбырай Жақаев ауылының елге жұмыс жасап жатқан еңбегіңізді елге көрсетейік деген мақсатпен сізбен жүздесуге келіп отырмыз. Аға, бір өзіңізді таныстырып, бір ашылып, еркін форматта бір сөйлессек, өзіңізді таныстырып, өзіңіз айта берсеңіз. Мен аты жөнім Бердібаев Асқар Айтөлұлы. Осы Жақаев ауылында туып өскенмін. Жалпы осы 2012 жылдан бастап осы ауылдың шаруашылықтарын басын қосып, ірілендіріп, бұл қазір осы жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Құдайға шүкір, қазір жылдан жылға күріштің көлемін гектар көбейтіп, жақсы өнім алып жүрміз. Ауылдың кезінде білесіздер, өзі жаппай бөліну деген саясат болды ғой. Сол кезде ауыл жаққа бөлініп кеткен. Соның қасын бәрін біріктіріп, қазір үлкен алтындан шиелі деген шаруашылық құрып жұмыс жасап жатырмыз. Атау қалай дейсіз? Алтындан шиелі. Алтын дән шиелі. Жалпы енді бұл жақта қанша жер үлескерлері бар, қанша жер бар, қанша жерге жұмысқа, қанша жерге бидай, қанша жерге күріш, жалпы өздеріңіз қандай өнімдермен айналысып, егін шаруашылығымен шұғылданып жатсыздар? Былай енді айтсақ, бізде қазір 300-дей жаңағы отбасы бар бізде. Осы неде шаруашылықта үлескер. Солар кісілерге жаңағы жерінің ұпайына байланысты келісіп, дивидендін төлеп жерін пайдаланып отырмыз. Енді қазіргі таңда биылғы жылы 1400 гектар керек жаңағыдай күріш орналастырдық. 1400 гектар жер. 140 гектар жерге күздікті ектік, оны жинап алдық. 400 гектарда жаңағы ескі жоңышқамыз бар. Жалпы осы қысқаша айтқанда. Жалпы енді ауылға мысалы сіздерде ең төменгі айлық көрсеткіші мен жоғарғы айлық көрсеткіші қанша адам болып жатыр? Бұл бойынша қысқаша айтсаңыз. Қазіргі уақытта енді төменгі айлыққа қазір енді ауыл шаруашылығы саласында ешкім жұмыс жасай бермейді. Аптап ыстықта күннің суығы, күннің ыстығына қарамайды. Сол үшін жалақыны қазір көтеріп отырмыз. Енді 250 мың енді алды. Ол ең төменгі айлық 100 мың. Қанша адам жұмыс жасап жатырсыздар? Қанша техникаларыңыз бар? Қазір енді бізде жалпы 80 адам жұмыс жасап жатыр. Техника саны 40-тай техника бар. Биыл жаңадан қосылады, біз көріп қалдық, жаңа бір комбайндарыңыз бар екен, иә? Жаңадан биыл кеше осы жаңа жылдан кейін келді 2 комбайн, торым деген. Әлі ораққа түскен жоқ. Биыл бұйырса түскелі тұр. 23-ші Құдай қаласа ораққа түсірсе деп отыр. Енді барлық нәрсе техникаға байланысты ғой. Әрине. Егуді жинауға. Соған байланысты техника базамызды жаңартып отырмыз қазір. Жалпы 70-80% бізде жаңартып отырмыз. Жалпы енді осы ауыл тұрғындарына, енді барлығында ауыл халқы үшін жасалып жатқан дүниелер ғой. Енді осы ауыл халқына өздерінің шаруашылық атынан
Қандай сіздердің өздеріңіздің көмектеріңіз бар, енді инвестиция ауылдық деңгейде қандай дүниелер жасап жатсыздар, атқарып жатсыздар, сол бойынша айтып өтсеңіз. Енді мысалға бір өзімізде бір шаруашылықта жұмыс жасайтын бір кісі бар еді, оған баспана ашып отырған. Оған баспана әперді. Осы ауылдан? Иә, осы 2020 жылы. Мысалы сосын мынау жаңағы мешіттің қасында асхана неғылған, құрылысы басталған, соған көмек беріп, соны бітіріп бердік. Енді қазір мынау сосын алда стадионның қасынан спорт зал салып жатырмыз үлкен. О, спорт зал? Иә. Жабық па? Жабық спорт комплексы. Ауыл жастарына. Қазіргі уақытта соның құрылысы жүріп жатыр енді. Иә. Енді соны бітіріп берсек деп отырмыз, биыл жылдың аяғына дейін құдай қаласа. Жалпы енді біздің осы ауылда, Ыбырай Жақаевтың ауылында қанша халық бар? Қазір 2000 аса халық бар бізде. Соның енді 300 адамдар сіздерде үлес беріледі. Иә, бізде енді 300 отбасы ғой. 300 отбасы. Енді жер әрбір адамға сонда қаншадан гектар жер беріліп тұр сонда мемлекеттің тарапынан? Енді 1 гектардай ғой әр басына. 1 гектардан. Олда жақсы. Жалпы енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Сіздер жаңа технология алып жатсыздар, жаңа техника алып жатсыздар. Енді биыл көктемнен бастап жаңағы жер тегістеуді қолға алып жатырмыз. Лазерный балкондан шығып кетті ғой. Соның енді 4-еуін алдық. Енді тағы да соны бір 2-еуін алып, соны көбейтіп, сол жердің жаңағы тегістігіне мән берсек болады. Ол енді жердің тегістігі қанша суды экономдауға жалпы көп мүмкіндік береді екен. Оны биыл өзіміз тексеріп көріп жатырмыз. Биыл енді жаңағы 4 лазеріміз шамалы кешіңкіреп келді көктемде. Бұл жұмысқа іске көп қосамадық. Соның өзінде жаңағы бір болян тегістеп, сол нәтижесін жақсы көріп отырмыз жер тегістігін. Енді алдағы уақытта сол 100% жерді тегістеуге жалпы жұмыс жасаймыз. Жалпы мемлекет тарапынан сіздерге қолдаулар алып жатсыздар ма? Енді жалпы мемлекеттен көмек алып жатырмыз. Жаңағы тыңайтқышқа, жаңағы гербицид, аяқ суға жаңағы күріштің суына барлығына бар. Сіздерде инвестор бар ма? Жалпы инвестормен жұмыс жасайсыздар ма, әлде өздеріңіздің баланстағы қаржыларыңызбен жұмыс жасайсыздар? Енді жалпы өзіміздің основной өзіміздің жаңағы қаражатпен жасаймыз. Енді жетіспеген қаражатымызды аламыз енді жаңағы келісімшартпен. Инвесторлардан. Жалпы енді сіздерде сонда жалпы жиналыс арқылы тағайындалады осындай. Жалпы сонда 2012-ден бері расында жыл уақыт көлемінде жұмыс жасап жатырсыздар. Өте жақсы. Еңбегіңіз енді нәтижелі болғаннан кейін, халықтың қалаулысы болғаннан кейін атқарылады ғой. Әрине бірлік болған жерде тірлік те болады, өнеді. Сондықтан енді сіздерге біз не дейміз басқа? Келіп көріп отырық техникаларыңызды, гараждың ішінің бәрін енді біз қараймыз. Қосымша біз құрметті көрермендер, біздің Ыбырай Жақаев ауылындағы алтын дән шиелі шаруашылығының бағытын, барысын сіздерге барынша көрсететін боламыз. Бұл біздің жалпы түсінгенімізде, қарағанымызда таза еңбектің адамдары, еңбеккер адамдардың барлығы әрине ауылда. Сондықтан енді ауылда жалпы өзіміздің ауылға деген махаббатымыз, ауылға деген көзқарасымыз көбіне енді жастардың барлығы ауылдан кетіп жатыр деп ашуланып жатамыз ғой. Бірақ енді ауылдық жерлерде біз аралап жүрміз, елді мекендерде, түкпір-түкпірлерде болғанда көбіне жастар аз. Жалпы осы біздің осы Шиелі ауданы Ыбырай Жақаев ауылындағы жастар қалай белсенділігі, осы шаруашылыққа деген қызығушылықтар бар ма? Енді жалпы ауыл шаруашылығына бұл жастардың бетбұрысы өте төмен болып тұр қазір. Оны енді мен өзім де түсіне алмай жүрмін қазір. Жастар келеді, бірақ аз келеді. Әр жылы 1-2 адам ары кетсе келеді. Енді біз ауылда мүмкін ауылдың өзінде жастар аз шығар. Жастар ауылда бар ма? Бар жалпы. Бірақ енді мынау осы біз техниканы мысалы заманауиға көшіріп жатырмыз. Сол жастарды осы қызығушылығын арттыру үшін енді жағынан кондиционері бар жалпы техникаларда. Заманауи техникалар ғой. Адамға жағдай жасалған. Енді алдағы уақытта
сол жалақыны әлде де бір көтерсек көтеріп сол жастарды қазақстандырсақ деген ойымыз бар. Әрине, дұрыс. 70-80 пайыз жалақыны көтеріп. Енді қазір енді бұл жерде бізде шынымды айтсам зейнеткерлік кісілер жүр қазір. Сол ғой, мен байқап отырмын да, жаңағы негізі үлкен кісілер екен көбісі. Енді бізде көбіне енді ол кісілерге де жаңағы бір сөйлегендей болып жатыр. Енді бізде көп, біз енді мектеп бітіргеннен кейін 67,3% ата-ананың айтуы бойынша жастардың мамандық таңдап жатады ғой. Өйткені сол білетін мұғалім болу, жаңағы электрик бол, қарапайым сол баяғы біздің жүйе, сол көзге көрінген мамандықтарды айтқым келеді. Неге біздің сіздер сияқты шаруашылықтар арасында келмеске, қызығушылығын арттырмасқа деген ұсынысым. Жалпы енді қызығушылығын арттыру үшін де оған да әрекет керек деп ойлаймын. Енді жастарға келу үшін. Жалпы енді осы шаруашылықтың көлемі қанша гектар жерді алып отырсыздар? Қазір бізде жалпы осында 2,5 гектардай жер бар. Барлығы. Барлығы осы гаражы барлығы бір. Жоқ, жаңағы егістікті. Егістік емес, осы шаруашылықта. Өзіміздің жаңағы осы базымыз ба? Базымыз 3 гектар жерге орналасқан. 3 гектар. Ал бірақ егін егіп жатқан жеріңіз 2,5 гектар. Оның жаңағы 100 жоңышқа. Жаңағы бидай болды. Біз бидай жинап алдық. 4 гектар жер жоңышқа. Жалпы сіздер өздеріңіздің күріштеріңізді тек ақтап қана қоясыздар ма, әлде оны өндіруге өткізесіздер ма? Енді ол жалпы сұранысқа байланысты. Мысалға ақ күрішке сұраныс болса, ақтап береміз. Если ақтап тазалап? Иә, ақтап. Былай салдай алатын болса, салдай сатамыз. Ол сұранысқа байланысты. Сіздерде өзімізге тиімді жағын көреміз. Өздеріңізге ыңғайлы жағы ғой. Енді сіздерде қанша дүкен сөрелерінде сіздердің брендтеріңізбен шығып жатқан күріштер бар ма? Ол енді қазір бізден брендпен шығарып жатқан жоқ, жалпы сіздер енді тонналап өткізесіздер ғой. Иә. Жақсы. Жалпы жоспарларыңыз осы елге деген, жерге деген, туған елге деген? Енді жоспар осы елге жалпы қызмет жасау ғой, ауылымызға, өскен ауылымыз. Осы жаңағы шаралардың бәрін жасатқанымыз сол, жаңағы спорт салонында жасатқанымыз бар осы ауылға. Енді жалпы алдағы уақытта жоспарларымыз бар біраз. Осы жеме-жемен жылдан жылға сол жеме-жемен орындалып келе жатыр. Ойлаған жоспарларымыз. Жылда енді мысалы ынталандыру үшін арнайы алғыс хаттар, мысалы жылда мысалы беріліп жатады ғой, мысалы бір жерде мекемелер көліктер беріліп жатады, бір жерде миллиондап мысалы үлкен жаңағы комбайнерлерге мықты жаңағы жұмыс жасаған азаматтарға бір ынталандырулар беріп жатады. Сіз жалпы жылдың соңында қандай ынталандырулармен? Бізде де бар ондай. Сол туралы бір қысқаша. Енді бізде сол жаңағы бірінші орынға қоямыз автокөлік. Мысалға осы механизатор ма бірінші орынға жапкиске оған бір машина қоямыз. Жаңағы комбайн ғой дейді ғой, жаңағы күріш бастыратын. Оған бір автокөлік қоямыз. Сол жаңағы сушылардың арасында жаңағы күрішке қарайтын. Оларға да бір автокөлік қоямыз. Мықты. Сосын ары қарай жаңағы өнімге қарай бізде жаңағы қаржылай. Мысалға 50 центнерден асса өзінің суммасы бар қойып қойғанбыз. 60-тан асса өзінің суммасы бар. 70 центнерден асса деген сияқты өзінің әрқайсының бәрі ынталандыру жаңағы бәрі сияқтыларымыз бар. Мықты. Жақсы. Рахмет. Енді жалпы алдағы уақытта жасалатын жоспарларыңыз, жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Уақытты бөліп, бізде енді еркін негізі ашылып сөйлеген дұрыс. Негізі сіз әлі ашыламай өткен сияқтысыз. Біз енді ешнәрседен саспаймыз. Негізі айтыла береді ғой, деніміз сау болса, Құдай қаласа, мүмкін алтын күзге де келіп қалармыз бұйырса. Бастысы деніміздің саулығы, жасап жатқан жұмыстарыңыз нәтижелі болсын, қазыналарыңыз, қамбаларыңыз таси берсін. Аумин. Халықтың әл-ауқатының барлығы жағдайы жақсы болуы әрине ол шаруашылықтарға байланысты. Сондықтан әр ауылда өзіңіз сияқты азаматтар елге болысып, жақсы дүниелер жасап жатса, әрине ол халықтың мәртебесі де көтеріледі, өздеріңіздің де мәртебелеріңіз көтеріледі. Сондықтан рахмет алтын уақыт бөлгеніңізге. Құрметті достар, біз жалпы бүгінгі сұхбаттың да мақсаты, ерекшелігі солай. Ең бастысы біздің халыққа бере алуымызда. Біз елге не береміз, біз қалай ақпаратты дұрыс береміз. Сондықтан барынша біздің осы ақпаратымызды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Бүгінгі
көрсетеді арнасы абай жақаев ауылында. Сондықтан қуанышты жаңалықтарымыз көбейе берсін, елдің экономикасын арттыруға үлестеріңізді қоса беріңіздер. Рахмет аға.